Бүгін көбінше мынау немелер, үй салған құрылыш іштеген бағыттағы адамдар көбінше шындай қалады. Сен үй алғаны барасың, бартер алам дейсің, үй алам дейсің, барсаң көрсетеді саңа, мынау жерден таза жер тұрады, емі қазылып атады аны, котлован. Бірақ саңа 10-шы этаж сатып атады. 10-шы, 5-шы этаж сатып атады. Бірақ ал жоқ. Жөн эле саңа проект көрсөткөн, мынча квадрат болады, мынча болады, мынча жери, мынау оң жағында, сол жағында, мынау подъезд, мынау селеди деп айтады. Бирок жок ал нерсе. Эми ушул жайызбы, же жайыз эмеспи деген сүрөт турат. Ушулар бардыгы байбадумга тиешелүү маселелер. Түшүнүңөрбү? Эми биз баягы товар бар болуш керек деген эрежени ала турган болсок, бул бай болбош керек. Жок нерсени сатып атасың сен, хаваны сатып атасың. Түшүнүңөрбү? Бирок уламалар хажатун нас адамдардын зарычылыгы болгон үчүн жеңилдик бериши бунда жайыз деген. Естесина, барасың, барып келишим кылып, мына кылып, мына ушунча экен, ушунча квадрат экен, мага ушул жерден бересизби деп, эки адам келишим кылат, соода кылат, шарият уруксат берет. Бул не болду? Бай, соода дурус болду. Соода саттык дурус болду.